Бул жолго келүүңүзгө эмне себеп болду жалпы? Осы не дейміз, барлығымызға мына өмірге келгеніміз дәрежесі Алла Тағала бізге қажетті болған сабақтарды береді, сынақтарды береді ғой. Дәл мен де сол сияқты 2015 жылдар бір ауыр сынақтар келді, сабақтар келді. Осы кезде мен түсіне алмай кеттім да, өзім тіктей алмай, әрі қарай өмір сүргім келмейтін бір состояниеға түсіп қалдым. Сол кезде мен мешіттерге барып, өзіміз әйел қоғамға бас болған қариялардың сұрағыма жауап тапқан жоқпын. Жеткіліксіз болды. Бір жерім толмайтын еді да. Сосын мен ауылда тұратын едім ол кезде. Сосын Шымкент қаласыға психолог іздеп шықтым. Сол кезде бір русская психолог әйелге бардым. Барып бір 2 сағат жылап, әрең ана жерде бір әңгіме айтып тауыссам, дорогая, надо принимать это все дейді ғой. Ол уақытта 20 мың, 200 мың ақшаның құны бар еді. Сосын мен ана кісімен 20 мың ақшаны қайтар деп ұрысқанымды көрмексіз. Ол бермеймін дейді. Сөйтіп сол күні мен былай шешім айтқан екенмін. Неосознанно айтылғанда, мына біздің қоғамда бір дұрыс психолог жоқ екен. Мен өзім психолог боламын деп осы есіктен шығып кеткенмін осы күн. Өз адамға санасы білсе білмеген шешім шығарған күніміз бар ғой. Осы шешім бізге жұмыс істейді. Сондай деп шығып кеттім. Сол уақыттарда онкологический ауруда болған едім. 7 жыл медицинада онкологический женский жағым көкірекмен байланысты онкология ауырдың. Еш ем таппай жүрген кездеріміз. Сол кезде де мен врачтарға барғамда, врачтар енді операция істейміз, сондай алып тастаймыз дегенде сол күн айтқам жоқ, істетпеймін. Сол кезде де мен жылап әңгіріп Аллаға былай дуа еткен екенмін. Алла, білмеймін не істейсің, мен енді медицинаға бағынмаймын, маған өзің қалай болса да бір жолын көрсет, қуанышты бір ем болатын жолын берші деген екенмін да мен. Сол өзгеру психологияға алып келіп, миымда ниетімді өзгертіп, әлхамдулилля, осы аурудан ем тауып кетіп, Алланың құдіретімен өзімен жұмыс істеу арқылы 10 жыл бойы көтермеген, қазір міне балам бар, Мұхаммед балам 5-ке толды. Сол аурудан кейін туып, осы көкірегіммен бала емдіріп, Аллаға шүкір 2 жыл бойы емдірдім. Сөзіміз үстіміз дамып, Аллаға жақындап, жүрегімізді ашып, санамызды кеңейту арқылы. Сонда сізге келген сынақтан дұрыс шешім қабылдағаныңыздың арқасында сынақта шешілді, өміріңіз тіптен өзгеріп кетті. Психология келіп, тағы күшейтіріп, осы күнге дейін әлі бір, әлхамдулилля, бір күн бір сағат тоқтаған емеспін. Оқудың, білім алудың, ұстаздардың артынан жүрудың. Әбден оқуды үйренген анам, тамақ жемесеңіз бір жеріңіз аш сияқты болады, осыған айланып қалған болыс екен. Бұл тамақ біздің денемізге қажетті болған тойынтырды болса, ал білім менің рухани азығымда. Осы білімді алмасам, мен бір рухани аш адам сияқты болып өзім сезінемін қазіргі күнде.